Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жұмыртқадан кеспені дайындаудың өзімнің әдісімді көрсетейін. Кеспе өте дәмді, әрі сорпаға қайнатқан кезде езілмейтін болып шығады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Кеспе дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа және тұз қажет. Екеуін араластырамыз. Содан соң ұнымыздың жартысын салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Су қоспаймыз. Тағы да ұнымызды саламыз. Ұнды бірден барлығын салмаған жөн, себебі қамырымыз қатайып кетуі мүмкін. Басы біріккен соң үстелдің үстіне қойып 5-7 минуттай илейміз. Қамырымыз не жұмсақ, не қатты болмайды, яғни орташа болады. Үстін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң тағы да бір илеп, тағы 15 минутқа қоямыз. Қамырымыз жақсылап тынығады. Мінекей 15 минут уақыт өтті. Енді үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамырдың жұқа жайылуы маңызды. Қамырды жайып болған соң, шамамен 10 минуттай кебу үшін қоямыз. Сол кезде мүлдем жабыспайтын болады. Мінекей 10 минут уақыт өтті. Мен кішкене ұн сеуіп, осылай айналдырамын. Содан соң қамырды 2 бөлікке бөлемін. Енді кеспемізді турайық. Осылай пышақтың көмегімен жұп-жұқа етіп тураймыз. Қараңыздар, кеспе мүлдем бір-біріне жабыспайды. Бұл кеспені бөлме температурасында кептіріп алсаңыздар да болады, немесе тоңазытқышта 2 аптаға дейін сақтауға болады. Немесе мұздатқышқа сақтауға болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің кеспеміз дайын болды. Қараңыздар, барлығы шашырап, бір-біріне жабыспай әдемі болып тұр. Суға қайнаған кезде мүлдем езілмейді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.